Пәкістан тауларында Хумза-Куте тайпасы өмір сүреді. Бұл тайпада 120 жастан үлкен адамдар бар. Кейбір деректерде 160 жасқа жеткендері де бар деп айтылады. Және де олар ешқашан ауырмайды. Ал әйелдері 65 жасында да бала көтере алады. Бұл құбылыс ғалымдарды ғана емес, жай адамдарды да қызықтырды. Барлығы ұзақ өмірдің құпиясы және сыры неде екендігін білгісі келеді. Еуропадағы орташа өмір сүру жылы 72 жас, ал Хумза-Куте тайпасында 110-120 жыл болып саналады. Неліктен екендігін бірге анықтап көрейік. Видеоны бастамас бұрын, менің үлкен мақсаттарымның бірі жазға дейін 20 000 оқырман жинауға үлес қосып, каналға тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Ғалымдарды қызықтырған тайпа Хунза өзенінің бойында орналасқан. Ол жерді жастық шақтың оазисі деп атайды. Дәл сол жерде планетаның ең үлкен таулары Гималай, Гиндукуша және Каркарума бір-бірімен қиылысады. Ол жер құрғақ және ойыс болып келеді. Жасыл жерлер мен ормандар мүлдем жоқ деп айтсақ та болады. Үндістан мен Пәкістан әлі күнге дейін ол кімнің жері екендігін шеше алмай ұрысып келеді. Көпшіліктің айтуы бойынша ол Пәкістанның жері, бірақ Хунза-Кутелықтарды бұл сұрақ мазаламайды. Себебі олар өзінің тайпасындағы ақсақалдардың ғана билігін мойындайды. Ал кейбір деректерде бұл жерді Александр Македонскийдің жауынгерлері негізін қалаған деген дерек те бар. Хунза-Кутеларға көрші орналасқан тайпаның сырт келбеті шығыстықтарға ұқсайды. Бірақ ұзақ өмір сүретіндердің сырт келбеті пәкістандықтарға да, үндістерге де ұқсамайды. Олар көбіне еуропалықтарға ұқсас болып келеді. Олардың барлығы арықтау келген, қара шашты және ашық көзді. Жанындағылармен тез тіл табысады және мінездері өте ашық. Қызық, мұнда 45 жасар ер мен әйелдің сырт келбеті өзінің жасына сай көрінбейді. Оларды көбіне жас қыздар мен ерлер деп шатастырып жатады. Ол жерде 60-65 жастағы әйелдің босануы норма болып саналады. Себебі бұл жаста әйелдер әлі жас және арық болады. Хумзалардың үйлері кішкентай және терезелері жоқ, жиһаздары мүлдем жоқ. Үйдегі адамдар бір уақытта ұйықтап, бір уақытта тамақтануы тиіс. Көңіл сыйса бәрі сыяды деп айтатын уақыт осы шығар. Қойларды адамдардан жұқа перде ғана бөліп тұрады. Бұл жерде үй жануарлары құрғақ және сіңірлі болып өседі. Сиырларының бойы аласа, сүтті аз береді және сүттері толығымен майсызданған болып келеді. Ағаштар мен үйді жылыту оларда сирек кездеседі. Олар тамақ дайындау үшін құрғақ жапырақтар мен жұқа ағаштарды қолданады. Тамақтарын әртүрлі деп айта алмаймын. Жазда көкөністер мен жемістерді вегетариандық сорпалар мен және дәннен жасалған нандармен қоректенеді. Ал қыста олар жаз бойы жинап, кептірген өріктерін азық етеді. Аздап алған сүттерінен брынза жасайды. Бұл брынза, яғни ірімшік, өте ерекше және бұған ұқсас аналогтарды ешқайдан таппайсыз. Себебі бұл ірімшік түрлі ішек ауруларына ем. Ірімшікті арнайы бұлақтың су ағатын жерге 10-20 жылдап көміп қояды. Ол тоңазытқыш есебінде жүреді. Өзіндік ерекше дәмді дәмі мен шипасы өте зор. Жылына бір рет қана қойды сойғанда 1-2 апта ғана ет жейді. Көктем шыққан кезде 1-2 ай бойы адамдар аш отырады. Бұл уақытта олар тек өсірілген дән және құрғақ өріктерден жасалған сусынды ғана азық ете алады. Алкоголь, қант пен тәтті тамақтарды мүлдем жемейді. Тұз бар, бірақ оны да кейде және аз-аздан тамаққа қосады. Ішетін сулары жұмсақ және құрамында кальций болмайды. Бұл денсаулыққа пайдалы. Тайпа адамдары көп қозғалады және өте төзімді болып келеді. Олар уақытын көбіне таза ауада өткізіп тауға көп шығады. Ең жақын жәрмеңке олардан 100 км қашықтықта орналасқан. Ер адамдары оп-оңай ол жерге барып келеді. Хумза-Куттардың ең негізгі жұмысы жердегі дән, көкөніс пен жемістерді өсіру болып келеді.
оларға суық өзенде шомылу ләззат алып келеді. Хумзакутелықтардың көбінде аяқ ауруы, теріні әжім басу, көздің нашар көруі сияқты белгілер болмайды. Планетамыз бойынша сол тайпада ғана рак ауруы болмаған. Хумза тайпасы қазіргі заманнан алыс тұрғанынан қаншама адамды өлтірген эпидемия олардан айналып өтті. Хумзакутелықтардың сөйлесу тілі барушахский деп аталады. Ол тіл ерекше және уникалды. Оған ұқсас аналогтар әлі табылған жоқ. Бірақ олардың көбісі сауатсыз. Бай отбасылар ғана балаға білім бере алады. Сауатсыздықтың кесірінен бұл жерде ешқандай мәдениет дамымаған. Бұл жақта жазушы, суретші, композитор кім екенін білмейді. Арасында көрші тайпадан келген музыканттар болуы мүмкін. Діндері исмаилизм деп аталады. Ислам дінінде бұл дін ең мистикалық түр деп сипатталады. Діндерінде ерікті шектеуге болмайды. Бұл өздерін қазіргі заманнан мүлдем ара қатынасын үзген тайпа үшін ең жақсы таңдау болып келеді. Хумзакуте тайпасындағы мына қарияның жасы 90 жаста. Ол өте белсенді, көңілді және сергек. Жалпы хумзакутелықтар қонақжай халық болып келеді. Және олар биге өте жақын. Болата музыкалық фестивальдің бірінде алдыңғы қатарда өте сергек билеп жүрді. Оған қоса қайтар жолда балалармен футбол ойнап үлгерді. Кейбір жас адамдардың оған энергиясы жетпейді. Болата ұзақ өмір сүрудің тағы бір құпиясымен бөлісті. Олар таудың басынан жарқанат, құс немесе тышқандардың қалдығын қара тас қылып қатырып, оны суға ерітіп ішеді. Олардың ойынша ол өте көп ауруларға ем. Анағырақ айтқанда, еркек адамның мүшесіне, аяқ-қолдың буындарының ауруына ем. Хумзакуттар өте нашар жағдайда өмір сүргендіктен, жылу деген не екендігін білмейді. Күн сайын оларды салқындық күтеді. Бұл денсаулыққа жағымды әсер етіп қана қоймай, сонымен қатар сыртқы жастық пен сұлулықты ұзақ уақыт сақтауға көмектеседі. Ұзақ өмір сүргіңіз келсе, хумзалықтардың өмір салтын ұстануыңыз керек. Ол ең бастысы артық заттардан бас тарту, көп қимылдау, жұмсақ су және дұрыс тамақтану. Сонымен қатар тауға көп шығу керек және табиғатпен тілдесу қажет. Және де қазіргі замандағы азғырулар мен үнемі стресстен құтылу қажет. Егер сізге бұл видео ұнаған болса, лайк басып, қазақ тілді контенттің дамуына үлес қосып, каналға тіркеліп кетуіңізді сұраймын.